облысы, Талдықорған қаласы, номері 25 орта мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Данабекова Толғанай. Менің атам Сағындық Байғалов. 1912 жылы Қаратал ауданы Бесағаш ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына шақырылып, Белоруссияның Житомир қаласында шайқаста снайпер болған. 1943 жылы қатты шайқаста ауыр жараланып, 3 күн батпақта жатып қалады. Партизандар құтқарып алып, елге аман-есен оралады. Көптеген жылдар бойы атам ауылда хаттасушы болып қызмет атқарады. Атам ағаштан ою ойып, темірден түйін түйген шебер кісі болған. Ал әжеміз Сағындықова Зағила 1920 жылы дүниеге келген. Атам соғысқа кеткен кезде бір баламен ауылда қалып, тылда еңбек еткен. Атам соғыстан келгеннен кейін 3 ұл, 3 қыз тәрбиелеп өсіреді. Осындай батырда еңбекқор атам мен әжемнің шөбересі екенімді мақтан етемін. Ер есімі ел есімде. Бақытбек Смағұл, ұлысын, сендерге айтам жас ұрпақ, жауқазын ғұмыр жасыл бақ, тәуелсіздігім бүгінгі, бабалар күткен ғасырлық. Даламның мынау кеңдігі, бабаларымның өрлігі, танса әлем қазақты, ел басымыздың ерлігі. Сары алтын сынды сабырым, ақылға қайрат жаныдым, тозақты бір рет сезбеген, жұмақтың білмес қадірін. Қап-қара бұлттар түнерген, орнына оқтың гүленген, тыныштық деген некенін, хан кешіп келген білеммен. Сүмейнер өлгендер, соғыста жанын бергендер, тесілген жүрек орнын бекіте алмас ордендер. Кешегі өткен асылдар, жарқылдап жанған жасындар, біздерге сенім жүктеді, бауыржан менен қасымдар. Осынау бейбіт күн үшін, шашылмау үшін ырысың, тәуелсіздігім тынысым, жас ұрпақ барша алысым, мәңгілік елдің жолында ұлт болып қалу ұлысым.